Мемлекеттік қызмет деген сіз енді жақсы білесіз, қазір ең құбыжық болып көрінетін, һәм қандай да бір артықшылығы жоқ, бір шарасыз күйде қалып отырған қызметкерлер, оны шын айту керек. Бірдеңе осы бүкіл жауапкершілік соларда, қандай да бір артықшылығы жоқ, айлығын тіпті айтпай ақ қояйық. Қазір олардың айлығы 150 мың, 200 мыңның арасы ғана. Ал артылған жүктеме деген жетеді. Бәрінде солар жүреді. Бір мейрамда артықшылықтар жоқ. Мүгедектігі бар бала бағып отырған мемлекеттік қызметкер деген тіпті сөз тіркесі де жоқ. Енді жаңа ата заңның аясында, жаңа заң жазылып жатқанда қандай мүмкіндіктер бар? Қорғаудың, жас мемлекеттік қызметкерлерді қорғаудың, және неден қорғауды да түсіндіре кетейін. Бір-екі, Алматыда мысалы әкімшілікте атышулы ойбай, моншадан лагерь ашып алған істе сол қатардағы бір қызметкер кетті сотталып. Жап-жас қазақтың жігіті. Тағы да президенттік кадрлық резервтен Алматыда бір мектепте директор болып тағайындалады жас жігіт. Міне барған бетте бухгалтер алады да бірден 7 миллион теңгені ма қате аударып жүрген, бірақ қайтадан орнына қойған. Жоқ, бәрі қысым көрсетті де ана баланы жұмыстан бездірді. Қазір сондай жастар мемлекеттік қызметке жолағысы келмейді. Толықтай ақпаратты Telegram арнамыздан аласыз.